Латерана базиликасындағы Қазірет әке 14 Леон папаның лауазымға кірісуіне байланысты уағызы 25 мамыр 2025. Мен мұндағы барлық кардиналдарға, әсіресе кардинал Викарусқа, көмекші бескіптерге, барлық бескіптерге, құрметті қахиндерге, махалла бас қахиндеріне, әрі көмекші қахиндеріне, біздің жамағаттарымыздың жетекшілік күтіміне әртүрлі жолдармен қатысатындардың барлығына сәлем жолдаймын. Мен сондай-ақ шамастарға, Құдайға бағышталған ерлер мен әйелдерге, билік өкілдеріне және баршаңызға, сүйікті сенуші бауырластарым, сәлем жолдаймын. Рим кілесесінің Петр мен Паул және сансыз азап шегушілердің мысалдарымен нығайтылған ұлы тарихы бар. Кілесенің бірегей міндеті бар. Ол міндеті осы ғибадатхана қасбетіндегі жазу арқылы анық көрсетілген. Mater omnium ecclesiarum, яғни барлық кілеселердің анасы болуға міндеті. Франсис папа бізді кілесенің аналық мінезі дегеніміз не деп ойлауға шақырған. Кілесенің тән қасиеттері туралы, яғни соның мейірімділігі, өзін құрбан етуге дайын болуы, басқаларды тыңдай білуі туралы ойлай жүрейікші. Басқаларды тыңдай білу бізге көмектесуге, сондай-ақ басқалардың қажеттіліктері мен үміттерін олар тұжырымдалмай тұрып болжауға мүмкіндік береді. Осы қасиеттер Құдайдың бүкіл халқында, барлық жерде, сондай-ақ диоцезіміздегі үлкен отбасымызда өсуі керек, яғни сенушілер арасында, қахиндер арасында және ең алдымен жүректерімізде өсуі керек. Бүгін оқып шыққан киелі жазба үзінділері бізге осы қасиеттер туралы ойлануға көмектеседі. Елшілердің істері туралы кітап ертедегі мәсіхшілер қауымының ізгі хабарды жариялау үшін пұтқа табынушылардың әлеміне қалай жол ашқаны туралы көбірек айтылады. Бұл үлкен шыдамдылық пен өзара тыңдауды қажет ететін қиын үдеріс болыпты. Ең алдымен осылай Антахиядағы қауымда болды. Онда бауырластар талқылау және тіпті пікірталас арқылы осы өзекті мәселені бірге шеше алды. Сол үшін Паул мен Барнаба Жерусалим қаласына келді. Олар өз бетінше шешім қабылдамай, анамыз секілді болған кілеседен қарым-қатынас іздеп, кішіпейілділікпен келді. Сол жерде олар Петр мен басқа елшілерді кездестірді. Елшілер екеуіне құлақ салып тыңдады. Ақырында дұрыс шешімге әкелген құрылымды сұхбат болды. Басқа діннен шыққандардың рухани күш-жігерін мойындап, ескеріп, оларға шамадан тыс діни міндеттер жүктемей, қажетті рухани міндеттермен шектелу туралы шешім қабылданды. Осылайша, мәселе болған нәрсе ой жүгіртуге және рухани өсуге мүмкіндік болды. Алайда, келі кітаптағы мәтін бұдан да көп нәрсе туралы айтып, оқиғаның бай және қызықты адами динамикасынан асып түседі. Бұл туралы Жерусалимдегі қауымның мүшелері антахиялықтарға жазған хатында өздері қабылдаған шешім туралы хабарлайды. Жерусалимдіктер былай деп жазады: бұл киелі рухқа да, бізге де жақсы көрінді. Солар Құдайдың дауысын тыңдай білу ең бастысы деп айтты. Осы кейінгі сұхбатты мүмкін етті. Осылайша, қарым-қатынас ең алдымен тізе бүгіп, мұнажат етіп, тәубеге келгенімізде мүмкін.
Осы рухани күш-жігерде ғана әр адам өз ішінде Абба, әке деп шақыратын рухтың даусын сезіне алады. Сонда ғана адам басқаларды тыңдап, түсініп, оларға бауырлас ретінде көре алады. Ізгі хабар да бізге осылай айта береді. Інжіл шариф өмір шешімдерімізде жалғыз емес екенімізді айтады. Киелі рух бізді қолдап, жолды көрсетеді. Ол бізді үйретіп, Исаның айтқандарының барлығын еске салады. Ең алдымен, киелі рух бізге иеміздің сөздерін үйретеді. Рух сөздерін жүрегіміздің түбінде жазып қойды. Бұл енді тас тақташаларға жазылмай, жүрегімізде сақталған ізгі хабар заңының белгісі. Осы бір-бірімізге арналған Иса Мәсіх жазған жазбаларына айналуымызға көмектесетін қасиет. Шынымен де, біз киелі рухтың бізді жеңіп, өзгертуіне қаншалықты көп мүмкіндік берсек, соғұрлым біз ізгі хабарды жариялай аламыз. Бұл киелі рухтың құдіретіне, жүрегіміздің тереңдігін тазартуға мүмкіндік бергенде мүмкін болады. Сонда сөзіміз қарапайым әрі шынайы, тілегіміз адал әрі таза, ісіміз жомарт бола алады. Осында тағы бір етістік әрекет ете бастады. Еске салу деген етістік. Ол мағынасына тереңірек еніп, оның сұлулығын сезіну үшін жүректің назарын бастан кешірген және білген нәрсеге аудару дегенді осында білдіреді. Осы орайда мен Рим диоцезінің осы жылдардағы жанқиярлық жолы туралы ойлаймын. Оның саяхаты тыңдаудың әр түрлі деңгейлеріне негізделген. Қиындықтарға төтеп беру үшін айналамыздағы әлемді тыңдау, оның қажеттіліктерін түсіну әрі інжілдену мен қайырымдылықтың дана және ұзақ мерзімді бастамаларын жасау үшін жамағатымызды тыңдау. Бұл әр түрлі мен күрделі дүниені қабылдауға тырысатын қиын және үздіксіз рухани саяхат. Дегенмен, бұл кілесе тарихының саяхаты. Ол өзінің қатты ойлау қабілетін, өзін ұлы жобаларға толығымен беруді, жаңа мен қиын жағдайларда тәуекелге баруды жиі көрсетті. Мұның нәтижесі осы күндері бүкіл Рим диоцезі атқарған үлкен жұмыс. Рим келген зияратшыларды қарсы алып, соларға қамқорлық жасап, басқа да көптеген бастамаларда мерейтойға көп еңбек етті. Қала тұрғындарының күш-жігерінің арқасында Рим келушілерге үлкен ашық қонақжай, ең алдымен мәсіхшілік діннің орталығы болып көрінеді. Өз тарапымнан осы ауқымды жобаға қатысқым келеді. Мүмкіндігінше барлығын тыңдауға тырысамын. Сонда мен барлығымен бірге үйреніп, түсініп, шешім қабылдай аламын. Әулие Августин: мен сендердің арасында мәсіхшімін, ал сендердің алдарыңда мен қауым жетекшісімін, деп айтқандай, мен сендерден маған орта дұға мен мейірімділік істері арқылы көмектестеріңді сұраймын. Әулие Папа Ұлы Леонның мұны сөздерін еске түсірейік. Біз әділ түрде жасайтын барлық істерімізде Иса Мәсіх қызметімізге нәтиже береді. Өзімізді мақтан етпейміз, өйткені Құдайсыз күшімізді жоғалтып, күшіміз болып табылатын Құдайдан күш қайта аламыз. Қорытында, мен бұл сөздерге әзіз папа 1 Жохан Паулдың сөздерін қосқым келеді. 1978 жылы 23 қыркүйек күні нұрлы байсалды бет жүзімен, оның бақытты жүзі үшін оған күлімдеген папа деген лақап ат берілді. Өзінің жаңа епархиялық отбасын келесі сөздермен қарсы алды.
Әулие папа 10 Пиус Венеция патриархы лауазымына кіріскен кезде, әулие Марка кілесесінде, Венеция тұрғындары, егер мен сендерді жақсы көрмесем, жағдайым не болар еді, деп айтты. Мен де Рим тұрғындарына ұқсас сөздерді айтайын. Мен сендерді жақсы көретінімді білдіріп, сендерге қызмет еткім келеді. Менде бар азғантайымды, бүкіл болмысымды сендерге бергім келеді. Мен де сендерге өзімнің бар адалдығымды білдіргім келеді. Өзімнің қуаныштарым мен қайғыларымды, еңбегім мен үмітімді сендермен бөліскім келеді. Сондай-ақ, менде бар азғантайымды, бүкіл болмысымды сендерге беремін. Мен мұның барлығын қасиетті өмірлері осы кілесе мен қала тарихын жарқыраған әулиелер Петр мен Паул және басқа да көптеген әулие бауырластардың шапағатына тапсырамын. Мәриям Бикеш бізге көмектесіп, Құдайдың алдында шапағат ете берсін. Аумин.